Әрқашан сәлем. Бүгін мен сіздерге 5-5 Рубик текшесін қалай құрастыру керектігін көрсетем. Бірінші, мен сізге BIFAF әдісін үйреткім келеді. Ол бірінші біз Рубик текшесінің астыңғы жағын үстіне көтеріп, оң жағын солға бұрып, көтерген жағымызды орнына келтіріп, бұрған жағымызды орнына келтіріп, солай 6 рет жасаймыз. 6 рет жасап болған соң ол орнына келеді. Міне қараңыздар. Екінші кетті. Міне, мен 5-5 Рубик текшесін BIFAF әдісімен жинадым. Енді мен сіздерге шатастырып, потом жинап бергім келеді. Міне, қазір шатастырып алайын. Міне, мен шатастырып алдым. Енді қазір сіздерге жинап берем. Міне, мен 5-5 Рубик текшесін жинадым. Назар аударғаныңыздарға рахмет, сау болыңыздар.